радикал топтар болсын, басқа да жекелеген тұлғалар сонда ислам ол бір ғана ислам, ол қазақтың, арабтың немесе дәстүрлі емес деп бөлуге болмайды деген, ол ислам біреу, олай ислам тарихында олай бөлінбеген деп уәж айту мүмкін. Әрине бұл негізсіз. Бұл жерде біз исламды бөліп жатқан жоқпыз. Исламның қоғамға, ғасырға, ортаға қарай көрінісі, исламның практикасы. Бұл жерде біз теориясы емес, практикасын біз солай көрсетеміз. Яғни ислам ол адамның өмірін реттейтін әмбебап жүйе. Ол қоғамға, заманға, уақытқа, кеңістікке қарай ислам өзіндік моделін табуы ол заңды құбылыс. Ол тіпті кейбір теориялық негіздерінде де мәзһабтарға бөлініп жатыр. Мысалға, Африкадағы, солтүстік Африкадағы өзіндік сол жергілікті климатқа, салт дәстүрге, адамдардың өмір сүру салтына қарай исламның өзіндік көрінісі, исламның өзінің талап шарттары бекітілген. Енді қазақ қоғамы, Орта Азия қоғамында өзіндік өзгешеліктері, ерекшеліктері бар. Оның аты емес, маңызы заты. Егер солай қарайтын болсақ, кейбір ғылым салаларда болған жоқ ислам тарихында. Оның барлығын жоққа шығара алмаймыз ғой, ғылым салаларын ислам танудың. Бұл бір жүйелі мұсылмандардың проблемасы. Біз сыртқы формамен көбіне басымызды қатырамыз да, мазмұнына қарауымыз керек. Радикалды түсініктерін, ойларын, бағыттарын алға тарту үшін, яғни соны бірінші кезекте соны қоғамға жаю үшін қазіргі оған қарсы тұрып жатқан дәстүрлі исламды заңдық негізде болсын, қай жолмен болса да жоюға әрекет етіп жатқан көріністер бар. Радикалданудың алғы шарты бұл исламның өміршеңдігіне балта шабу. Исламның өміршеңдігін жою. Ислам неге өміршең? Өйткені бұл соңғы дін болды. Бұл бүкіл радикал болма, бұл ақиқат, соңғы дін. Дәстүрлі ислам деген кезде тарихи тұрғыда ғасырлардан бері салт санамызбен біте қайнасып келген исламды айтып отырмыз. Қазақстан Республикасындағы дәстүрлі ислам немесе біздің сол ғасырлардан бері қалыптасқан, біздің қоғамда қалыптасқан исламның өзіндік моделін жоққа шығару дұрыс емес.